Менің қызым 2013 жылы шілде айында дүниеге келді. Қызыма ең алғаш 1 жасында ДЦП диагнозы қойылды. 2 жас 7 айынан бастап басын ұстап бастады. 5 жасынан бастап аунап, кеудесімен жорғалауды үйренді. Оған дейін көптеген оңалту орталықтарына бардық, ем алдық. Соңғы 2 жылдың көлемінде осы Бәйдібек би оңалту орталығына келіп жатырмыз. Осы жерден жақсы жетістіктерге жетіп жатыр қызым. Осы жерде оңалту орталықтың ұжымына алғысым шексіз. Қызым еркін отыруды, кеудесін ұстап отыруды үйренді. Ойын толық жеткізе алуды, сөздік қоры көбейді. Оң қолы жақсы жұмыс жасамайтын еді, оң қолымен заттарды алып, орнына қайтып салып үйренді. Қазіргі таңда шүкір Аллаға өз ойын толық жеткізіп, сөздік қоры көбейіп, өзіме анам мама деп сөйлегеніне қуанамын. Мы не придерживаем, держит она себя сама. Этого у нас не было. Год тому назад она просто лежала, я как уже говорила, она просто лежала доской. Вот этого всего не было. Это вот наш труд за 1 год. Мы стараемся, думаем, что в будущем она уже хотя бы ползать начнет и первые шаги начнет делать. Каусар, қолды көтереміз. Вот так. Давай. Привет. Каусар, 11 лет. К нам она приехала в прошлом году впервые. И у нее вот диагноз ЦП. Она у нас девочка особенная. Вот, и у нее вот спастическая диплегия. Это форма именно церебрального паралича, где поражается вот именно 75% мышц тела. В данном случае у нее поражены были не только тело, у нее руки, вот нижняя, это верхняя часть, нижняя часть конечностей, все это было поражено. Она не могла ни вставать, ни сидеть, она просто лежала. Вот в прошлом году, когда она уже приехала, вот наши достижения, и когда вот мы начали с ней заниматься, и вот получилось так, это, наверное, плюс нам, что мы вот так вот с ней хорошо занимались, от всей души занимались мы с ней. И вот в связи вот с этими разработками, это помощь девочке, что она вот начала потихоньку разгибать и ноги, руки, пальцы, ладони. Она открывает эти ладони. У нее всегда был сжат кулак. На данный момент я уже и на видео показывала, этот кулак уже разгибается. Обе руки, пальцы работают хорошо. Она маленькие, вот эти мелкие предметы уже, если ей в руки давать, она может брать. Также она может их опускать. Слов она не говорила никаких абсолютно. И за счет этого вот только мы слышали, что она какие-то звуки издает. А сейчас вот в течение года, вот благодаря вот этим занятиям вот ЛФК и других инструкторов, и логопедов, и дефектологов, и вот других специалистов, девочка говорит словами. Она хорошо говорит слово «мама», «апа», «дай», «бер», там, и все такое вот она уже хорошо говорит. Она понимает речь нашу. Тұздауы бөлмесі жаңа острый респираторный заболеваниеге жақсы, аллергиямен ауыратын балаларға жақсы. О жерде де балалар 20 минут, жарты сағат ем алады дәрігерлердің тағайындауымен. Балаларға кері әсері жоқ. О жерде жаңа тұздауы бөлмесінде вирустар мен микробтар 80% жойылады екен. Өте балаларға пайдалы. Шымкент бөлмесі Алтай өңірінде өзіміздің отандық өнім, Алтай тауында өндіріледі екен. Менделеев таблицасының 25 түрлі элементі кезігеді екен. Бұл жерде балалар 2 жастан жоғары 20 минут, 30 минут ем алады дәрігерлердің тағайындауымен. Шымкент бөлмесінде электромагнитпен радиоактивті сәулелерді бойына сіңіреді тастар. Сол арқылы балалардың сауығуы өте ерте басталады. Нерв жүйелерін тыныштандырады. Сонымен орталық нерв жүйесіне жақсы оң әсер бергендіктен баланың ұйқысы тыныштанып, иммунитеті жақсарады. Оңалту орталығына, ұжымына алғысым шексіз, мейірімділіктері
өте жақсы. Бәйдібек би оңалту орталығына алғысым шексіз, ризашылығымды білдіремін. Үлкен жетістіктерге жетіп жатқанымызға рахметімді айтамын. Ең алғаш осындай ерекше балапандардың алдына келген кезде жылы жүзбен қарсы алып, толықтай емнің барысын түсіндіріп, қалай ем жүретінін толықтай түсіндіріп өтеді, түсіндіріп береді, баламен жақсы жұмыс жасайды. Қызым мамандармен өзін кері тартпай, жақсы байланысқа түсе алды. Қоғамға үйретіп, қазіргі таңда қызым жатырқамай, кез келген жерде жақсы араласып, өз ойын толық жеткізіп үйренді.